Спорт денсаулық кепілі. Білім ордамыздың көш бастайтын үздік спортшылары 5 ақпан Алматы қаласына аттанды. Олар Қазақстан Республикасы жоғары оқу орындары арасында 2 жылда бір рет өтетін 6-шы қысқы спорт түрлерінен универсиадаға қатысады. Айта кетелік, Ильяс Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті бұл жарысқа алғаш рет қатысқалы отыр. ЖГУ в этом году принимает первую зимнюю универсиаду в лыжном виде спорта. И мы как бы первые участники. И едем туда с настроем. Дух, конечно, у нас зашкаливает. Как бы все внимание на нас. Первая универсиада. Мы должны положить первую ступень. Как бы, чтобы после нас уже ребята тоже ездили, занимали места, равнялись на нас. Хотим показать высший результат, насколько хватит сил. Қазіргі уақытта біздің тек қана бір мақсатымыз алдағы уақытта өзіміздің мемлекеттік университетімізді алдыңғы қатарға шығару. Көңіл күйіміз өте жақсы, көтеріңкі. Енді дайындық үстіндеміз, дайындалдық. Ендігі уақытта жеңеміз деген үміттеміз. Қысқы ойында президенттік көпсайыс және шаңғымен жүгіруден 24 студент университетіміздің намысын қорғағалы отыр. Универсиаданың басты мақсаты студенттер арасында салауатты өмір салтын қалыптастырып, қысқы спортпен айналысуға үндеу. Білімгерлері бұл сайысқа сақатай сақ екендерін жеткізді. Как говорится, первые ласточки, вот именно которые забрались в этом конференц-зале, будут защищать честь нашего университета в городе Алматы. Будут проходить соревнования по 2 видам. Это на дальние расстояния основная команда и на президентские тесты, которые будут проходить в Казгу. Настроение у всех позитивное, хорошее. Надеемся, что войдем в десятку победителей. Қазақ айтады ғой, сайысқа түспей бәйге алма дейді. Сондықтан міне Ильяс Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетінің студенттері бірінші жыл қыстық олимпиадаға жолдама алып отырмыз. Дайындығымыз жақсы. Бұйыртса енді көрсеткенімізді жақсы көрсетеміз деп ойлаймыз. Спорттың біз президенттік деңгей, яғни 3 деңгейге барамыз. Бірінші күн шаңғыға, екінші күн атысқа, үшінші күн дене көтеруге. Яғни барлығына қамтамасыз етіліп, толығымен қатысамыз деген ойдамыз. Дайындықты естігеннен бастап дайындалып жүрміз. Яғни оның алдында да біраз дайындықтарымыз болған. Енді одан кейін тағы да дайындалдық. Дайындығымыз жақсы деңгейде деп ойлаймыз. Шара барысында ғылыми жұмыстар, инновациялық технология және халықаралық байланыстар жөніндегі проректор, экономика ғылымдарының докторы, профессор Кантуреев Мансұр Тасыбайұлы, университетіміздің ақсақалдар алқасының беделді мүшесі Кенжебеков Ақылбек Кенжебекұлы сөз алып, жас спортшыларға ақ батасын берді. Университет туын сән салтанатпен табыстап, жолаушыларға сәт сапар тіледі. Самал Ашырбекова, Біржан Дүйсен, оқу телестудиясы.